Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Конституция құндылықтары таза Қазақстан деген білім күніне арналған тақырып. Барлығыңыз тақырыпты білесіздер. Осы тақырып бойынша мен білім күніне арналған жоспар құрастырдым. Сонымен қатар бұл жоспар Конституция негіздері курсы бойынша бірінші сабақ бола алады. Неге? Өйткені бірінші сабақта Конституция негіздері бойынша да, заң және тәртіп курсы бойынша да Конституцияның біз преамбуласын оқып талдауымыз керек. Қазір осы сабақта сол туралы толығырақ айтатын боламын, бірақ қысқаша айтамын. Толығырақ қысқаша деген қалай бұл? Ұзақ емес сабақ. Неге преамбула? Өйткені преамбула Конституция мазмұнының қысқаша мазмұны болып табылады. Сондықтан да біз бүкіл Конституцияны талдай алмаймыз. Конституциядағы өзіміздің құқығымызға байланысты және білім саясатына байланысты баптарды талдасақ болады. Бірақ соның барлығы Конституция преамбуласында көрсетілген. Мынау 8-ші 11-ші сыныптарға арналған жоспар және 5 пен 11-ге бар, 1-ші 4-ші сыныптарға бар. Сабақ қазір ол туралы тағы да айтатын боламын. 8, 9, 5 пен 11 қазір бірге болады, бастауыштарға бөлек болады. Бөлек сабақ ютубта. Қараңыздар, бұл сабақтың бірінші кіріспесі бар. Мына кіріспеде неге преамбуланы оқыту керек? Мына жерде түсініктемесі бар. Мұғалім өзі түсініп алу керек та, сол үшін түсініктемесін жазып қойдым осы жерде. Бұны телеграмнан ала аласыздар бұл сабақта. Енді бұл жерге сілтемен салам деп әлі салмадым. Сабақтың мына мақсаттары және оқып берейін да. Оқу қажет пе, қажет емес пе? Бұл жерде жалпы Конституцияның преамбуласын оқып, оның мазмұндағы отансүйгіштік құндылығы тұрғысынан талдай отырып, заңдар мен құқықтық ұғымдарды шынайы мектеп өмірімен, баланың өз өмірімен байланыстыру арқылы құқықтық сананы қалыптастыру дегенбіз. Яғни жалпы алғашқы Конституция қалай пайда болды? Жоғары сыныптарда әрине біз бұны талдаймыз. Конституцияның біздің ұлы даладағы, қазақ даласындағы ата заңымызға негіз болған Тәуке ханның 7 жарғысы, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы дейміз ба? Міне сондай заңдарға тоқталасыздар, әрине жоғары сыныптар. Тарихшылар болсаңыздар білесіздер. Оның барлығын слайдқа, әрине осы жерде көрсетілген, қазір асты жағында тағы да материалдар бар, ресурстар, сол ресурстарды слайдқа қоя аласыздар. Оқушылар мемлекеттің негізгі заңы алғашқы Конституция, яғни оның тарихымен танысады, мемлекеттік гимнді орындау. Ары қарай бір жақсы рухты музыка керек, оны қойып қойдым. Сынып конституциясын, мектеп конституциясын сабақтың соңына қарай орында постер етіп жасаймыз. Отбасы конституциясының кіріспе преамбуласын жазып таныстырады. Өйткені бір сабақта бүкіл конституцияны жазып шығу ауыр болады. Бұл сабақта тек преамбуланы ғана жазсақ болады. Яғни қандай преамбуланы? Сынып конституциясының преамбуласын, отбасылық конституцияның преамбуласын, сонымен қатар мектеп конституциясы солай кете береді. Енді мына жерде музыканың ссылкасы тұр. Бұл керемет рухты музыка. Осы қазақ елі, қазақ даласы туралы. Көзді жұмып күйді әнді тыңдау. Яғни сабақтың басында, құрметті әріптестер, бұл сабақ баламалы ұсыныс ретінде ұсынып отыр. Әрине бұны толықтай өзгертіп, өздеріңізше жоспарлап өткізсеңіздер де болады. Бұл қарапайым ұсыныс. Сондықтан жасанды интеллектіге салып, мүмкін кино түсіресіз, мүмкін фильм түсіресіз, мультфильм. Соған байланысты өздеріңіз өзгерте берсеңіздер болады. Яғни менің ойымша осылай, мен осылай өтуші едім. Мысалға мен музыканы қоямын, содан балаларға айтамын, көздеріңді жұмыңдар. Қазір өздерің, міне біз 15-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз деп ойлаңдар. Қазақстан 15-ші ғасырында өмір сүріп жатырмыз деп ойлаңдар. Сол заманға барыңдар. Сол заманда қазір
осы музыканы ести отырып көзіңізге не елестейді, ойыңызға не келеді, қандай сезімде боласыз, не көріп отырсыз, қазақ даласында қандай тарихи оқиғалар болып жатыр деген сұрақтарды қоямыз, және сол музыка соған әсер ету керек. Содан кейін балалар өз ойын жазады, жаңағыдай қазақ даласын қорғаған батырларды, хандарды, билерді мүмкін көргенін айтар, сол ойын жазады, бір-бірімен бөліседі. Енді мына жерде жаңағы тарих туралы тағы екінші мәселе бар, оған да тоқталасыздар. Жалпы енді бұл сабақтың басы, иә, мына жерде мынау тарихына слайдқа кіргізесіздер, өздеріңіз түсіндіріп айтарсыздар. Былай болу керек та, үнемі оқушы, мұғалім сөйлемеу керек. Сондықтан оқушылар өздерінің ойын айтып болғаннан кейін мұғалім өзінің кіріспесін жасайды, яғни оның тарихына тоқталады. Ары қарай конституцияның алғы идеясы болып табылатын преамбуланың мазмұнын 2 рет тыңдау дегеннің. Яғни тыңдап қана қоймай, оны оқып алсаңыздар да болады. Өйткені ол жұмыс парағында берілген. Осы преамбулада бірнеше идеологияға маңызды рухты сөз тіркестермен негізгі құндылықтарымыз жазылған. Есіңізде қалған 2-3-еуін жазыңызшы дейді. Яғни оны оқыған кезде, оны да мұғалім өзінің даусымен, керемет, егер баритон дауысты ер адамдар болса, сол кісінің даусымен жаңағы запись жасап, соны тыңдатып, оқушылардың не сезінгенін сұрауға болады бұл сабақтың басында. Әрі қарай, енді сабақтың ортасында 4-5 әрекет жасайды деп жазыппын. Мына преамбулада құнды идеология туралы пікірлерін жеке жазады, жұпта талдайды, ұжымға отырып талдайды. Енді мен мынаны айтайын, мына преамбуланы мына жерде жазылған. Бірінші бағанда мұғалім әрекет дегенге. Преамбула 14-15 бөлікке бөлінген, балаларға, жұптарға жұмыс парақтары таратылады. Ары қарай, ол мына жерде тұр, міне. Мысалға, ватман керек, мұнда ресурстарға ватман керек деп жазылған, парақтар керек. Яғни, мына оқушыларға жұмыс парақтары таратылады. Бұл жерде мына оқушылар жазып жатады. Суретпен қойып қойдым, түсінікті болу үшін. Яғни, мұны бөліктерге бөлінген. Мен преамбуланы 15-14 бөлікке бөлдім. Сол жерде сұрақтар дайындадым. Сол сұрақтар бойынша балалар жазады. Мен қазір бұл жердегі бірінші сұрақты оқымайық. Так. Адамдар мен азаматтардың қандай іс-әрекеттері негізінде мемлекет әлсіреуі мүмкін. Яғни, егер адам адал болмаса, әділетті болмаса, және сатқындық жасаса, әртүрлі құйтырқы жаңағыдай елімізге залал келтіретін әрекеттермен айналысса, міне осында біздің мемлекетіміз әлсірейді. Әрбір адамға байланысты. Міне осыны ойлармен жазады. Жалпы сұрақтардың барлығы мынау астында берілген. Мен қазір көрсетейін сіздерге. Мына жерге бөліге, мына бірінші бағанды қарасаңыздар, мәдениет пен білім, ғылым, инновация. Бұл бір бөлігі. Табиғатты аялау қажеттігін мойындап. Бұл да бір идеологема. Бейбітшілік және барлық елмен достыққа ұмтылып. Яғни осының барлығы идеологемаға бөлінген. Идеологема не дегенде, ол алдыңғы сабақта айттым мен, кіріспе сабақта да қарап шығыңыздар. Ол да керек. Сабақтың енді мынау жеке жасағаннан кейін, қараңыздар, мына суреттерге қараңыздар, жеке жасағаннан кейін мына жұпта талдаймыз. Одан кейін оны мына ұжымда талдаймыз. Ұжымда сонда преамбула тұтас талданады. Енді преамбуланы мына жаққа қараңыздар, міне. Мен осылай жұмыс парағын дайындадым балаларға. Сіздер осыны балаларға шығарып берулеріңіз керек. Бұл жерде 15 болса, егер сыныпта 30 болса, 30 болса, значит, екеуден шығарасыздар. Әр оқушыға жеке беру керек, жеке берілу керек. Әр оқушы жазу керек. Әр партаға біреу емес, әр оқушыға жеке берілу керек. Міне осыны барлығын әр оқушыға жеке таратып береміз. Әртүрлі болады әр оқушыда. Яғни, оқушылар осы сөздерді, терминдерді, кейбір терминдерді слайдта түсіндіріп кетсеңіз болады. Мысалы, унитарлы деген не, ана жерде мен жазып қойдым, енді оны
кейбір сөздердің түсініктемесін жазып қойдым мен. Бірақ дегенмен сіз бұл 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныптарда өтесіз. Былтырдан бері заң және тәртіп қағидатын тәрбие сағатында өтіп жатсыздар. Мен ойлаймын, біраз терминдер оларға таныс. Міне, осы парақтарды бересіздер, олар ойларын жазады, содан кейін жұпта талқылайды, солай өтеді міне. Ал енді мен 5-ші, 7-ші сыныптарға кішкене өзгеше жеңілдетіп жасадым. Сол жеңілдетіп жасағанымды көрсетейін. Міне сабақтың соңында тренинг соңы кері байланыс парағы. Тренинг сабақ қой. Бүгінгі Конституцияның преамбуласындағы құндылықтарды, мына жерде кейбір әріптер секіріп кетіпті. Құндылықтар талдауда менде қандай сезім болды? Бұл неліктен біз үшін маңызды құжат? Міне соңында 1-3-4 сөйлем, 5-6 сөйлеммен пікірін жазады, кері байланыс парағы тұр. Яғни осы қымыжыны қолдансаңыздар болады. Бұл ұсыныс ретінде беріп отыр. Ал енді сабақ немен аяқталады деген кезде мынандай постермен аяқталады. Балдар әсерлі әрі мағыналы преамбула жазу үшін 3 қадамды орындаңыздар. Кім екендеріңізді анықтаңыздар. Өз топтарыңызды, сыныптарыңызды салтанатты түрде таныстырудан біз мектеп оқушылары, біз мынандай адал мектеп оқушылары, біз сынып ұжымы ретінде мына нәрсеге мән беретін боламыз. Біз отбасы мүшелері деп олар сол Конституцияның преамбуласын жазған кезде өздері осындай бір үлгілер берсеңіздер болады, соны постерге жазып дәлелдейді. Біз кімбіз, не нәрсені жоғары бағалаймыз? Бұл құжатты не үшін қабылдап жатырмыз? Яғни негізгі мән мағынасы преамбуланың. Осы сұрақтарға жауап беру. Сабақ осымен аяқталады. Мен жаңа төменде көрсеткенім ол жұмыс парақтары. Ал мына қысқа мерзімді жоспар осы. Оны білім күнін қайталап айтамын, білім күнінде қолдансаңыздар да болады, және жаңағы Конституция негіздері заң және тәртіп курсы бойынша 1-ші сабақта қолдансаңыздар да болады. Рахмет, осымен аяқтаймыз. Келесі видеоларда кездескенше. Яғни бастауыш сыныпқа бұдан кейін айтатын боламын.